Сәлем достар, сіздермен БККЗ. Біз бүгін қазір UEFA Еуропа лигасы мен Чемпиондар лигасына болжам жасайтын боламыз. Ал біз ендеше бастаймыз. Ең алдымен біз Еуропа лигасын бастаймыз. Ең алғашқы матч Будио Глимт Лацио матчы. Мен мына жерде енді Лацио жеңеді деген ойдамын. Мен мына жерде себебі Лацио Будио Глимттан мықтырақ, енді кішкене мықтырақ ғой. Енді ол жер Лациода енді Педро бар ғой, енді Лациода Педро бар, сондықтан оған сенем. Екінші матч Лион мен Манчестер Юнайтед. Мына жерде қиындау енді кішкене. Лион да мықты, Манчестер Юнайтед де мықты, бірақ мен Манчестер Юнайтедке сенемін. Манчестер Юнайтед өткені Лионнан мықты, әрине. Бірақ тактика жағынан біртүрлі чөт. Тактика жағынан бірдейлеу ма кішкене. Үшінші матч Рейнджерс пен Атлетик Билбао. Енді мына жерде Атлетик Билбаоға сенемін. Мына жерде біліп тұр ғой мына жерде. Төртінші матч бізде Тоттенхэм Хотспур мен Айнтрахт короче. Мармуз кетіп қалды. Сондықтан енді Тоттенхэм жеңеді. Сондықтан. Ал енді қазір 1-2 финалды ойнап көрейік енді. Тағы да матчтар болу керек қой. Қайда емей, тағы да матчтар болу керек қой. Болыпты уже. Болды. Енді қазір 1-2-де бірінші матч Тоттенхэм мен Лацио болады деген ойда. Мен Тоттенхэм мен Лацио деп көрейік. Мысалы, Тоттенхэм мен Лацио. Енді мына жерде кішкене қиындау енді. Бірақ мен Тоттенхэм жеңеді деген ойда. Мен Тоттенхэм жеңеді. Екінші матч Атлетик Билбао мен Манчестер Юнайтед. Бұл жерде де қиын таңдау. Атлетик Билбаода Нико Уильямс бар, Инаки Уильямс бар, сондықтан енді қиындау енді. Манчестер Юнайтедке келсек, онда Хойлунд бар, Алехандро Гарночо деп пациентда ойнай айтам. Бруно Фернандеш бар мысалы. Манчестер Юнайтед жеңеді деген ойдам енді. Ал енді финал кімді жеңеді сонда? Тоттенхэм мен Манчестер Юнайтед болады онда финалда. Менің ойымша енді әрине, менің ойымша болады. Менің ойымша сондай болады деген ойда мен. Тоттенхэм мен Манчестер Юнайтед. Мен Манчестер Юнайтедке сенемін. Мен вообще Еуропа лигасын жеңетін сияқты жатыр. Ал енді Чемпиондар лигасына кеттік. Әрине Чемпиондар лигасын қиын енді. Чемпиондар лигасы енді кішкене қиындау болуы мүмкін енді. Бірақ ойымша қандай болады, соны қарастыратын боламыз. Бірінші матч Арсенал мен Реал Мадрид. Чуатар Реал Мадрид жеңетін сияқты. Себебі Арсеналда бүкіл ойыншылар ауырып жатыр. Бүкіл мықты ойыншылар деген. Букайо Сака ауырып жатыр, Габриэль Жесус ауырып жатыр, және тағы басқалары. Сондықтан мен Реал жеңеді деген сенем енді. Жартылай финалға өтеді деген сенем. Келесі матч бізде ПСЖ мен Астон Вилла. Парис Сен-Жермен қазір праймда, сондықтан мен ПСЖ-ға сенем. Келесі матч Барселона Боруссия Дортмунд. Енді Ферран Торрес енді бәрін айрат деген сенем. Ферран Торрес деген енді бәрін айрат деген ойдам енді. Онан Барселона жартылай финалға өтеді. Келесі Бавария мен Интер достар. Жоғатып Бавария жеңетін сияқты. Или Интер ма? Мына жерде енді қиын таңдау енді. Бірақ мен Интер деп ойлаймын. Жоқ, мен Бавария деп ойлаймын. Бавария болады.
сонда бізде жартылай финалда Реал мен PSG кездесе ма? Мен мына кезде PSG деп ойлаймын. Иә, PSG сияқты. PSG қазір бар онда, сондықтан Реал жеңеді. Ой, PSG жеңеді деген. PSG сила, Реал терпила. Келесі жартылай финал матчы Барселона мен Бавария. Рафиня бәрін айырады. Сондықтан финалға Барса шығады. Сонда финалда Барса мен PSG кездесе ма? Бірақ мен Барсаның фанатымын, сондықтан Барса мен Манчестер Юнайтедтің фанатымын, сондықтан мен Барса жеңеді деген ойдан. Енді Манчестер Юнайтед Лига Европаны алатын болса, Барса Лига чемпионы болады. Сонымен видео аяқталды достар, сау болыңыздар.